Саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз екі топ бөлініп отыр. Сайыс сабағында түрінде өтеді. Өткен сабақтағы үй тапсырмасын қайталап пысықтап өтейік. Содан кейін барып жаңа тақырыпқа көшеміз. Үй тапсырмасында иінді, білікті, шатуынды механизм болған. Енді соның құрылыстары қайттан пысықтап, сұрақ қойып, тұрып, орындарына қол көтеріп, жауап бересіздер. Үйге берілген тапсырма иінді, шатуынның қызметі. Қайдар? Иінді шатуынды механизмнің қызметі поршеннің ілгері кейінді бір түсу сызықтың бойымен жүргізеді. Жақсы. Иінді шатуынды механизмнің қызметі бір түсу сызықтың бойымен поршенді ілгері кейінді жүргізеді екен. Екінші сұрағымызға көшейік. Екінші сұрағымыз құрылыс иінді шатуынды механизмнің құрылысы. Кім айтады? Келе ал. Бұл қозғалтқыш, бұл екі бөлшектен тұрады, яғни қозғалатын бөлшектер болып, және қозғалмайтын бөлшектер болып. Бұның қозғалатын бөлшектеріне ең бірінші маховик жатады, және де иінді білік, мына жерде шатун, поршын, иінді білік пен шатун ұстайтын клатыш бар, және де алдыңғы ішкек жатады. Ішкек. Қозғалатын бөлшектер. Жақсы отырыңыз. Қозғалатын бөлшегін айтып өттік. Енді қозғалмайтын бөлшегі. Бұл газ тарату механизмінің қозғалмайтын бөлшектері. Ең бірінші қозғалмайтын бөлшектері алдыңғы қақпа, аралық төсем, цилиндр басы, су май жүретін каналдары, сору шығару каналдары, жану камерасы, цилиндрдің өзі және блок жатады. Бұл қозғалмайтын бөлшектер. Поршын тобына қандай бөлшектер кіреді екен? Поршын тобына. Әкежан. Бет қабырғалары, саусақ, сақина тесігі, ойықтары, саусақ тесігі, поршын түбі, поршынның басы, етегі, сақиналары, нығыздағыш сақина, май сыдырғыш сақина. Сосын мұнда саусақ болады, саусақ мына шатуынды ұстап тұрады. Біріктіріп тұрады. Отырады. Үй тапсырмасын қорытындылап пысықтап алдық. Енді жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа сабағымыз газ тарату механизмі. Бұнда газ тарату механизмі. Мен сіздерге тапсырма беремін. Өздеріңіз алдарыңызда кітаптарыңыз бар. Газ тарату механизмі бетті ашыңыздар. Алдарыңызда газ тарату механизмі тұр. Тақтада бұнда сабақтың соңында жаңа сабақты түсіндіреміз, пысықтап аламыз. Ең артығына қорытындылай келгенде бір алдарыңызда тұр. Білу, жасай білу. Осыған қарап отырып, жаңа сабақтан түсінгендеріңізді өздерің бағалай аласыңдар. Нені білдім, білуің керек, жасай білуің керек. Түсінікті ғой? Қазір газ тарату механизмін тақырыпты оқисыздар. Түсінгендеріңді отырғанына екіншіден көршілеріңден пысықтайсыздар. Мысалы, газ тарату механизмін бөлшектерін пысықтап қарап. Сіз түсінбесеңіз міне, көршіңізден сұрайсыздар. Көршіңіз екеуіңіз ақылдасып келіп, қорытынды жасап, сұрақ, жауап дайындайсыздар. Мозаика әдісі бойынша. Мынау қазір біздерде отырып, как раз екі топқа бөлініп отырып, екі топқа бір топ құрылысын сұрайды, екінші топ
жұмыс барысын сұрайды. Қалай жұмыс жасайды? Сіздерге бір 3 минут уақыт жетеді ғой, да? Дайындыққа. Сабақтарыңызды дайындалыңыздар. Түсінбей жатырсаңыздар, сабақ барысында сұрайсыздар. Саналау реттелетін бөлшектерді атау. Газ тарату механизмінде саналауды қалай реттейді? Жақсы ма айтамын? Газ тарату механизмінде саналау реттелетін бөлшектер газ тарату механизмінің тұтырықшасы мен түйіндері реттегіш болып, ағылшынша айтқанда газ dispensing gear and gearbox adjustable valve. Орысша айтқанда газораспределительный регулярный болт, коромысло и кулачки. Отырыңыздар. Газ тарату механизмінде саналау не үшін керек дегенде, темір болғасын бөлшектер қызады. Сондықтан газ тарату жұдырықшасы менен күйінтенің арасында саналау болу керек екен. Саналау болмаса, клапанды әрқашанда басып, ашып тұрады. Күйінте итеріп тұрады. Тәк жақсы. Келесі. Қайдар? Клапандар толығымен жұдырықша білекшені қай механизмге жатқызылады? Оны біз газ тарату механизміне жатқызамыз. Орысшасы газораспределительный механизм, ағылшынша on the gas distribution механизм деп аталады. Отырыңыздар. Келесі. Рөбет. Иінді бөлік пен поршенді қандай бөлік жалғап тұр? Акижандар. Шатун, рол. Шатун, рол. Да? Бөлшек. Так, жақсы. Бұның бәрі осы өткен тақырып пен жаңа тақырыпты байланыстыратын бөлшектер айтып отқанымыз. Ислам. Клапандардың орналасу түріне байланысты газ тарату механизмі қандай түрлері болады? Арман. Оның екі түрі бар. Жандық және жоғарыда орналасқан подвесной и боковой Хеннинг and Ледером. Отырады. Екі түрі жандық, жоғарыда орналасқан. Мына қазір алдарыңызда тұрғаны үстінде орналасқан. Енді келесі, екіншісі жандық дейді. Жандық. Міне жандық деген. Бұнда жандық дегенде алдарыңызда көрсетіліп тұр, ашып атыр ол. Ашып, мына қақпақты ашып, гайкілерін ақтап, осының ішінде жаңа сіздердің айтып атқан клапан топтарын айттыңыздар, күйінтенің саналауын қойып айтып атырсыздар. Тап осына жандықтан арада орналасқан. Газ тарату білігі бар ішінде. Газ тарату білігі клапан бар, сосын реттегіш болт бар. Реттегіш болт. Әрі қарай. Кімде қандай сұрақ бар? Қойыңыздар. Айхан. Цилиндр ішіне жанар жағармайды кіргізіп және жанған газдарды шығаратын бөлшек. Қайда? Ол бөлшекті клапан деп атайды. Клапан және велос. Клапан, да? Клапан. Ол цилиндрдің ішіне жанар жағармайды араластырып, енгізу клапан арқылы цилиндрге енгізеді екен. Немесе дизельмен двигатель дейді. Ол цилиндрге ауаны тек қана енгізеді екен. Жанар жағармайды емес, тек қана ауаны енгізеді. Сору клапан ашылады. Сосын жанар жағармайдың орнына ауаны енгізеді. Тәк жақсы. Түсіндіңіздер ғой, сору клапан, шығару клапан. Бір-біріне қойылған сұрақтарға жауап алдыңыздар. Былай
жаңа тақырыпты түсінік бар ғой деп, қандай бөлшектерден тұратынын, қалай қозғалысқа түсетіні, қалай бөлінетіні, неше түрі бар екенін. Енді қазір біздер мына алдымыздағы тақтадан қарайық. Мынау тұрған, көрсетулі тұрған. Бұл үстінде орналасқан газ тарату механизмі бар қозғалтқыш. Көріп отырсыздар ғой. Екі газ тарату білігі бар. Мынау түсті тегіршіктер. Бұнда екі жағында екі газ тарату механизмі орналасқасын, мына үстіндегідей емес. Екіге көбейткенде қанша болады? 8 клапанды. 16 клапанды қозғалтқыш. Мынау видео. Бұл видеода жаңағы сіздер айттыңдар ғой, үстінде орналасқан дедіңіз. Мына үстінде орналасқан газ тарату білігі, клапан, поршень, шатун дейді. Жұдырықша. Бөлек жұдырықша. Жұдырықшалар клапанды бір уақытта емес, әр уақытта әр цилиндрге ашып енгізеді. Цилиндрге нені енгізеді дедіңіздер өздеріңіз? Жанар шығармаймен сосын жанған газ шығар жібереді. Газ шығар жібереді. Мына тұрған видеода. Бұнда сегіз цилиндрлер екі қатарлы дейді, немесе V-образный дейді, қозғалтқыш деп айтады. Міне алдарыңызда қараңыздар. Мына тұрған алдарыңызда тұрған жоғарыда орналасқан менен мынада қазір видеода көріп жатқанның бөлшектерінің артығы бар. Мында штанг жоқ. Мына үстінде орналасқан бар ғой. Үстінде орналасқан болған менен қарап отырсыздар ғой. Қайсы? Мынау газ тарату білігі жоғарыда. Мында газ тарату білігі ортада. Бірақ клапандар жоғарыда орналасқан. Штангы күйінде барып клапанда шығады. Бір жұмыс бағытында көрсетіп отыр. Анау сары жанған от қоймады жанған. От поршынды қысқаннан кейін итереді. Поршын төмен өлімдікке барғаннан кейін шығару клапаны ашылады. Шығару клапаны ашылып, поршын төмен өлімдіктен жоғарғы өлімдікке келеді. Жоғарғы өлімдікке келгенде шығару клапаны жабылады. Қайттан жаңа процесс басталады. Жағармайды енгізеді. Қайттан төмен қарай түседі. Сығу процесі басталады. Содан кейін жану процесі басталады. Сосын шығару процесі басталады. Жаңа тақырыптан сұрақ қойып, бір-бірімізбенен бөлшектер жайлы мәліметтер алды. Тағы да мен сіздерге түсіндірдім. Жанында орналасқан газ тарату механизмінен, үстіне орналасқан газ тарату, қандай бөлшектері артық бөлшектер бар екенін көрсеттіңіздер. Енді осы жаңа тақырыптан түсінгендеріңізді ортаға салып, пысықтап, тақтада тұрды ғой, критерий, оценка деген критерий. Сол критерий арқылы жұмыс жасайды. Мына тақтаға келіп, білемін, үйрендім, білгім келеді. Нені үйрендіңіздер? Нені білдіңіздер? Әлде де толықтыратын не нәрсе бар? Түсіндіңіздер ғой? Соны жазасыздар. Жаза беріңіздер, алғандарыңыз жаза беріңіздер.
қоссаңыздар жазыңыздар. Мен үйрендім деген үйрендім деп жастырғым келіп отыр. Себебі мен осы жаңа тақырыптан алғаным газ тарату механизмдерінің құрылысын үйрендім және клапандардың орналасуына байланысты екіге бөлінетінін үйрендім. Жандық және жоғарыда болатынын үйрендім. Содан кейін екі топ, екі бөлініп отырғаннан кейін осы сабақты қорытындылай келе екі топтан шығасыздар. Бірін газ тарату механизмінің бөлшектерін қорғайсыздар, түгел қандай бөлшектері бар. Екінші сол аптада отырған сіздер қозғалтқыштың алдына келесіздер, қозғалтқыш қасына қалай нүктелерді қалай қоятын, енді білікпен алдын қақпақтағы нүктені қалай қоятын, мынау газ тарату механизміндегі алдында тұрған енді білік, газ тарату білігінің алдындағы тісті телшік қай жеріне қай нүктемен келу керек екенін, цилиндр қай жерге тұрғанын, бірінші цилиндр енді біліктің нүктесі алдын қақпаққа келгесін, ол жоғарғы ол нүктеде бірінші цилиндр жоғарғы ол нүктеде болады. Так, іле қойыңдар. Себебі мен осының айтқаны газ тарату механизмі әрі қарай толықтырғым келді. Газ тарату механизм әлде де болса толықтырғым келеді. Жақсы. Үйрендіруге жақсырым деп отыр, себебі мен газ тарату бөлшектерін ретінде жинау едім. Так, жақсы. Келесі. Осыған дейін білемін, газ тарату механизмінің құрылысын білемін. Так. Және де бұл сабақтан үйренгенім газ тарату механизмінің жоғарғы және жандық түрлері бар екен. Сабақта үйрендім, сабақ барысында. Және алда білгім келеді, осы газ тарату механизм қалай реттелетінін және де толығырақ меңгеріп үйренгім келеді. Жақсы. Так. Енді мына тақтаға қарайық. Өздеріңнен бағалап отырған боласыңдар да, өздеріңнен. Міне білемін, үйрендім, білгім келеді. Көпшілік үйрендім дейін. Білемін деп бір кісі деген. Білгім келеді дейін, анада 4 оқушы. Әлде де болса тақырыпты жетілдіріп білгім келеді дейін. Енді екі топ тақтаға шығамыз, тақтаға. Алдында айтылған сұрақ бойынша шығып қорғайсыздар. Нүктені алдын қақпақтағы нүктеге келтірген кезде бірінші цилиндрдегі поршын жоғарғы нүктеге келу керек. Ал газ тарату механизміндегі шығару және енгізу клапандары екеуі бірдей жауап болуы тиіс. Сондықтан не істейсіздер? Газ тарату механизміндегі ішкеттегі нүктені корпустағы нүктеге келтіріп, оны бекітеміз. Ішкетті бекітеміз. Газ тарату білігінің соның қабығы корпус дейді. Соның нүктесін газ тарату білігінің жетекші тегіршігінің нүктесін мұнда әкелді. Так? Одан кейін біздің трамброльдің бірінші контактідегі сымын алып, басына свеча қондырып, оны массаға тегіземіз. Одан кейін аккумуляторды жалғап, кілтті ашып, сосын трамброльді арлы-берлі жай бұраймыз. Егер де искра берген жағдайда трамброльді сол бойда бекітіп тастаймыз. Содан кейін біздің қозғалтқышымыз оталуға дайын болады. Бүгінгі тақырыптың бөлшектерімен тұр. Мына оң қапталда отырғандар. Келіңіздер, қандай бөлшектері бар, соны көрсетіңіздер, айтыңыздар. Бұнда да, мынау алдыңғы тегіршік дейді, бұның да сызығы бар.
Оны қай сызықпен қалай келтіретінін бәрін өздеріңіз арқасында. Тап осы мына тұрған қозғалтқыш сияқты оны да ретке келтіру керек. Кім? Мармат, сен айтып тұрсың ба? Кел. Мында мынау карамесін. Карамысын. Мынау осы карамесі. Мынау пружинасы. Мынау толкатын. Мынау клапан, мынау направочный втук. Мынау кулачки. Опорные шейки. Втулка. Распределительная шестерня. Носок. Распределительный вал. Эксцентрик. Болған сияқты ғой, бәрін де көрсеттіңіз да. Ал енді осыны қалай ретпен келтіргенде алдыңғы тегіршікті нүктесі қай нүктемен сәйкес келу керек? Алдыңғы тегіршіктегі нүкте газ тарату механизмінің корпусындағы нүктеге сәйкес келу керек. Сол кезде екі клапанда жабық тұрады. Жақсы. Жаңа тақырыпты қарап берген болатын қарап жаңа қайттан пысықтау уақытында қарап қай бөлшек қандай жерде орналасатын, қандай қызмет атқаратын оқып бергенсіздер, жаңа пысықтап өздеріңе түсіндірдім. Нақтылап. Енді оң қапталдағы топ жақсы сабаққа қатынасып отырдыңыздар. Жақсы деген баға береміз сіздерге де жаңа шығып қозғалтқыштың қалай реттелетінін бәрін айтып жатсыздар. Сіздерге де жақсы топ сол жақтағы қапталдан бәрі қатынасып отырды балдар сабаққа. Рахмет. Ал осымен сұрақтарыңыз болмаса, жаңа тақырып түсінікті болса, сабағымыз аяқталды.